Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Бүгін Беларусь 82.1 артқы дөңгелегін задний чулок дейді, сонысын ауыстырып атырмын. Және де планетарканың подшипнигін ауыстырып атырмын бүгінге, 217 деген. Қазір сізге көрсетіп кетейін сіздерге. Мені 82-нің чулогы. Мені мен ауыстырған подшипнигім. Беларусь. Номерін сіздерге не жерден көрсете аламын. Мені 217 деген. Мен ол шайбы подшипник мына жерде тұрмын. Мына жерде тұрған. Ол подшипниктің ішінде бұрында 12 шаригі болған екен да. Сондай өзінкін таба алмадық, сондай 12 шаригін. Сондық 10 шарик салдық. Салып, жинап жатырық уже. Подшипнигім жағдай осындай болып кеткен. Подшипниктер. Мына ішкі обоймасы талқан шығып кеткен. Бөлшектеліп кеткен ғой. Bir сөзбен айтқанда. Ішкі құрылысы міне. Вал мощность дейді. Артқы тұтығын айландыратын. Осында екі дәу шестерна дөңгелекті қозғалтады. Мына крышкасы. Мосттың үстінде тұратын крышкасы. Паранитім. Қазір өзінің чулогын көрсетем, қандай жағдайға түскен. Жақсылап сіздер көре аласыздар ма, көре алмайсыздар ма? Мына жерде ВМК тұр. Подшипник жек болған ғой. Мына жерді ұстасаңыздар, выработка да. Мына жерде трещина болған еді бұрында. Сол трещинасын варт еттік. Оның алдында варт еткеміз бұл. Цилиндр шешіп, бакты шешіп, подшипникті ауыстырып, жинап жатырық. Каналға жазылды ұмытпаңыздар. Жасып механизатор. Комментарий жазыңыздар. Лайк басып кетіңіздер.